Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен екінші тараудың бірінші сабағын өтеміз. Сабақтың тақырыбы интернетпен жұмыс жасау барысында қандай қауіп бар. Оқу мақсаты: біреудің жұмысын көшіріп алудың заңсыздығын талқылау. Бағалау критерийі: интернет, плагиат, домен, провайдер, браузер ұғымдарын біледі. Заңсыз көшірудің салдарын бағалайды. Интернет дегеніміз не? Интернет дегеніміз бүкіләлемдік тұтынушыларды бір-бірімен байланыстыратын деректер қоймасы жинақталған ең ауқымды желі түрі. Интернет ағылшынның интер бүкіләлемдік, нет желі деген сөзінен шыққан. Интернет қызметінің бірі World Wide Web, 3W, компьютердегі деректер мен құжаттарды, мультимедиа элементі бар гипермәтінді жүйелерді байланыстыратын ғаламдық тор. Интернетке қалай қосыламыз? Провайдер – жеткізуші. Ұйым мен жеке тұлғаларға интернет қызметтерін ұсынатын компания болып табылады. Бұл ақпараттық желі қызметтерін ұялы телефондар арқылы да пайдалануға болады. Мысалы, Қазақтелеком, Кселл, Актив, Алтел, немесе біздің өңіріміздегі Штикара телеком. Интернет мүмкіндіктері: қызмет түрлерін ұсыну, интернет арқылы тапсырыс жасау немесе сату, алысты жақындату, қашықтықтан оқу, яғни үйде отырып білім алу. Интернет арқылы қолжетімді әртүрлі ақпараттарды алу немесе жіберу, қызмет көрсету салдарын пайдалану, бүкіл әлемдік жаңалықтармен танысып отыру. Интернет желісінде жұмыс жасау үшін браузер программалары қажет. Браузер ағылшын тілінен брауз, парақтау, қарастыру. Программалары көмегімен 3W жүйесімен сұхбат құрылады. 3W серверлері мен интернет ресурстары арасында қарым-қатынас жасайды. Ең танымал браузерлер ол Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Яндекс, Google Chrome, Safari. E-mail, электрондық пошта, желі тұтынушылары арасында мәлімет алмасу ісіне жүзеге асыратын қызмет жүйесі. Оның көмегімен арақашықтыққа тәуелсіз, санаулы минуттар ішінде хабар жеткізуге болады. E-mail адрестік құрылымы: есім, мекеме және домен. Мысалы, dina.m@mail.kz. Сайттың интернеттегі адресін домен деп атайды. Әр елдің өз домені болады. Ұйымдық тиістілігі бойынша домендер атауы: mil әскери, gov үкіметтік, org коммерциядан тыс, edu білім, com коммерциялық, net желілік. Аймақтық белгісі бойынша домендер атауы: .kz Қазақстан, .ua Украина, .us ақш, .ru Ресей, .fr Франция, .de Германия. Интернеттің зияны: интернет және кітаптардағы ақпараттардың өзі иесі болады. Сондықтан ақпаратты алғанда оның басқа адамның еңбегі екенін ұмытпауымыз керек. Міндетті түрде оның авторын көрсетіп отыруға тиіспіз. Плагиат: өзгенің туындысын рұқсатынсыз иемденіп кету. Авторлық туынды заңмен қорғалады. Плагиаттың түрлерін қолдану аясына қарай жеткізуге болады: академиялық, журналистік және күнделікті. Көп тараған плагиатқа мәтін мен жекелеген сөйлемдер, ой, идеялар, шығармада суреттеген факторлер жатады. Мысал ретінде, егер бір әнші екінші әншінің өлеңді рұқсатсыз айтатын болса, онда ол плагиат болып табылады. Интернетте жұмыс істеу барысында ескерілетін қауіпсіздік ережелері: құпия сөз. Құпия сөз орнатылған ақпараттарды ешқашан бұзуға әрекет жасамаңдар. Сенім. Интернеттегі мәліметтердің бәрі бірдей ақиқат емес, сондықтан бүкіл сайттарға ақпараттарды барлығын дұрыс деп есептеуге болмайды. Әлеуметтік желі. Әлеуметтік желіні қолданғанда абай болыңдар. Хабар алмасқанда қарым-қатынас мәдениетін сақтауға қажет. Жауапкершілік. Интернетке орналастырылатын ақпараттың үнемі сақталып қаралатын естен шығармаңдар. Жауапкершілік. Интернетке орналастыратын ақпараттың үнемі сақталып қалатынын естен шығармаңдар. Тапсырма: сәйкестендіру кестесі. Берілген ақпараттың ішінден интернет, браузер, домен, плагиат, провайдер сәйкестендіру жасаймыз. Мысалы, Safari бұл бізде браузер.
Келесі тапсырма: жағдаятты талқылаңыз. Менің сүйікті оқыған кітабым тақырыбындағы жобалар байқауын жарияланады. Байқау шарты бойынша 2 оқыған кітап туралы жоба жасау керек. Азамат интернеттен бір кітап туралы ақпарат алып, өз жобасын қосты. Ал тағы бір кітап туралы ақпаратты рұқсат сұрамай-ақ сыныптасынан алып, оның да өз жобасына қосты. Дайын жобаны Азамат Әділқазылар алқасына жібереді. Азаматтың әрекетінің заңдылығын анықтаңыз. Азаматтың әрекетінің заңдылығын анықтаңыз. Тапсырманы дәптерлеріңізде орындаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.